Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын қоңыраушаны басып тіркеліп қойыңыздар. Бүгін сіздермен каналымда қуырдақ дайындайтын боламын. Қуырдаққа кез келген ет жарай береді. Менде мына жерде сиырдың еті. Барлығын жақсылап турап, майымызды қыздырып, немесе өзінің майына да қуыруға болады. Яғни ақ майлар болады ғой, соны ғана салып, соған ғана майды құйғаннан кейін етімізді салып, жақсылап қуыра бастаймыз. Осылай жарты сағат қуырамыз. Оған дейін пиязымызды турап дайындай береміз. Бес 10 минуттай бізде қуырылды. Енді үстіне пияз, дәміне қарай тұз салып, тағы да кәдімгідей 30 минуттай бөлек қуырып аламыз. Жақсылап етті қуырған кезде өзінің осындай суы шығады. Сол үшін жақсылап қуырыңыздар. Содан кейін барып үстіне қайнап, яғни жұмсақ болу үшін кішкене ғана су құямыз. Енді осыны баяу отта 1 сағаттан аса пісіреміз. Оған дейін енді картошкамызды дайындаймыз. Міне бізде 1 сағаттан аса қайнап, кәдімгідей еттері жұмсақ болып пісе бастады. Сол кезде азғантай ғана картошка қосамыз. Картошкасы аз болғаны дұрыс, қуырдақтың сол кезде өте дәмді болып шығады. Енді картошкасын 20 минутқа пісіреміз баяу отта. Содан кейін бізде қуырдағымыз дайын болады. Өте дәмді болады, қыздар. Еті бастысы қуырдақтың жұмсақ болу керек. Әрине екінің бірі білетін болар, бірақ каналымда болғанын қаладым. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, лайк басып қолдауды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Айжан Ерболат қызы.